Саламатсыздар ма? Бүгін сіздерге баланың аузы ойылғанға, баланың аузын қалай ойылғанға, қалай тазалайтын тұнба дайындаймыз сіздерге. Аптекада, әр аптекада болады, календула настойка деген. Қара осындай болады. Кейін бізге қызыл витамин керек болады. Бұл ауыздағы сол тісіміліктері ойылғанға өте жақсы пайдасын береді. Сосын қалай дайындаймыз? Бізде ондаған шпиц бар екен. Ондаған шпицті. Қай жерден алам деп жүрмейсіздер. Әр аптекада календула настойкасы бар. 1 миллиграмм аламыз. Bir тазалағанға. Қызыл витаминімізден де 1 миллиграмм. Екеуіне қосқанда қандай витамин? Тура осыны алып, кәдімгіден ішіне саламыз. Сосын обязательно енді бұл үй жағдайында істей берсеңіздер болады. Таза стерильный бинт. Сосын обязательно қолды антисептикпен тазалап алу керек. Ауыз ойылған негізі гигиенадан келіп шығады. Гигиена жақсы болмаса негізі тазалыққа, обязательно тазалыққа жүрмеу керек. Сосын бізге мақта, шырын. Көбінесе еңбектеп жүрген балдарда да ауыз тез ойылады. Кейін қатты баланың ыстығы шығады ғой, сол кезде уже ауыз ойылу бастайды. Тура осылай не қыламыз. Сосын жаңағы дайындағанымыздан аламыз. Тура осылай қылып. Тура осылай қыламыз да баланың аузын, тілін, полный мүліктерін бәрін тазалап шығамыз. Жақсылап тазалау керек. Doğru mu? Мүлік жақтан полный. Кәдімгі Вот.